Армысыздар достар. Мен сіздерді қазақ тілін үйрететін ұстаздарыңыз Гүлжан апайларыңыз боламын. Тарихи қала Түркістан тарауы. Бұл бейне сабақта біздің студент қызымыз Нұриса сіздерді тарихи қала Түркістанмен таныстырады. Түркістан 12 ғасырда мұсылмандар үшін қасиетті орынға айналды. Бүгінде халық аузында ең көне қалалардың бірі. Екінші Мекке деп аталып жүр. 14 ғасырда қалада Қожа Ахмет Яссауи кесенесі тұрғызылды. Бұл кесенені салдыруға бұйрық берген әлемге әйгілі Әмір Темір. Бүгінгі күнге дейін сақталып келген көне ғимараттың сәулеті шынында да таң қалдырады. Түркістан қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы болып, Еуразия кіндігінде орналасқан. Ұлы Жібек жолының Дархан даласына айналған өлкеде қала соғылды. Фильмді мұқият қарап, одан әрі грамматиканы зерттейміз. Жіктік жалғауы, сын есімі, етістіктің өткен шағы, оқулық тапсырмаларын орындаңыздар. Рахмет!